Баршаңызға сәлем. Бүгін өте оңай, бірақ көрінісі мен дәмі керемет мраморлы кекс пісіреміз. Қарапайым өнімдермен осындай әдемі өрнекті десерт жасауға болатынына таң қаласыз. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап қантымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Енді оның үстіне айранымызды қосып, тағы да венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, осылай 2-3 бөлікке бөле отырып, жақсылап іртік қалмайтындай етіп араластырып алатын боламыз. Мінекей біздің тестіміз дайын болды. Енді ол тестімізді теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Осылай мешокқа құйып алсаңыздар болады. Мінекей екінші бөлігіне 1 ас қасық какаомызды қосып, осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Және екінші бөлігінде жаңағындай етіп мешокқа құйып дайындап алатын боламыз. Енді табамызға арнайы формаларымызды осылай барлығын қойып шығатын боламыз. Үстіне жаңа 2 бөлікке бөлген тестімізді осылай мешокпен құйып шығатын боламыз. Мінекей барлық тестімізді құйып шықтық. Енді осылай барлығын әдемілеп түзулеп алатын боламыз. Енді осылай зубочистканың көмегімен осылай әдемі өрнектерді салып алатын боламыз. Мінекей біздің әдемі өрнекті кекстеріміз дайын. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің жұмсақ та әдемі мраморлы кексіміз дайын болды. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырып, арнама жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен бөлісетін әлі талай дәмді рецепттер бар. Келесі видеода кездескенше аман болыңыздар.